Қазір рекара сиденияны ремонт жасаймыз. Мына ортасын көріп тұрсыздар ма? Отырып қалған. Міне қазір істеп шықтым, нормально. Қазір осының астын көтереміз, короче. Именно мынаяғы отырып қалған ғой. Көтереміз. Мынаның бәрі кету керек сол кезде. Кеттік. Сосын мынаяқта екі гайка болады. Соны аласың. Ремейді ағытып жібересің, алға қарай итересің, болды сидения шығады. Сиденияны шешіп алдық. Шешіп алған кезде бір момент бар. Астын бәрін полный чисткамен өтеміз. Мусордың бәрі алынады. Мына жерлердің бәрі, мынаның бәрі полный чистка беріледі. Ішін бәріне ұзын щеткалармен тығылып ше. Плюс ұстаймыз қазір мынаның барлығын. Аптечка орнында. Но асты қатты мусор емес, но еш мияқтарда қарасаң, шұрттар жатыр. Осылардың бәрін құрту керек. Астын ашып, аспай, плюс ұстап, мына мусордың бәрін плюс ұстап тастау керек. Тап-таза болып тұрады да, мына сияқты шығарсаң. Сиденияны шешіп алдық. Енді астын оценка жасаймыз. Сынған жерлер жоқ па? Көбінесе мыналар сынады. Полный механизм тексеріп шығамыз. Бұның алдында да негізі ремонт көрген сияқты. Қазір көреміз, осында әрін оценка жасап, босап тұрған жерлерін бәрін қатырамыз, үзілген нәрселерін бәрін жалғаймыз, клейлейміз. В общем, полный реставрация қолдан келсе істеп жібереміз. Но жігіттер мынандай нәрсе ғой, ставканы мен мынаған істеймін. Біз бұл енді камера 70 емес, 1-2 жыл болып шыққан. Мынау негізі сиденье осылайда жүрген да. Но қолдан келсе ананы көтеруге тырысамыз. Мынаяқтың бәрі сау енді. Шамал көтерсек болды ғой. Қатты көтеріп жіберуге де болмайды оны. Нормасымен көтеріп қоямыз. Полный механизм қарап шығамыз. Сосын мынандай смазкалермен неше түрлі смазкалер бар, қазір аяқта да тұр. Сонымен полный смаз етіп механизм бәрін. Мына ішін бәрін тазартамыз. Шаштың мынандай, қарасаң мынандай мусорлар ше. Осының бәрі иіс шығады салоннан ше. Осының бәрін құртамыз, тазалаймыз. Сөйтіп жинаймыз енді. Колесо стоп, оценка беріп жіберіңдер. Так, мынау енді отырса керек, мынау көтерілді. Алдыңғымен көтерілді. Астын бәрін жуып, тазалап, мынаның бәрін полировка өріп, поликтер сық етіп жуып, сиденьелерді сүртіп қойып қойдық. Мынау бір күнге уақыт келер. Мынау алдыңғы ненің нелері ғой. Отырады ғой, келеді, мынау түзеледі. Көтеріліп қалды, қайда көтеріліп қалды. Мыняқта сондай. Келеді әлі орнына. Кожаның жағдайы жақсы, әлі влажный.